Сәлем достар, бүгін мен осындай кесілген клубничный пирожныйлар дайындаймын. Соңына дейін бірге болыңыздар. Алдымен бізге бисквит дайындап алу қажет. Ол үшін жұмыртқаны ағы мен сарысын ажыратып аламыз. Бірінші миксерде жұмыртқаның ағын жайлап бастап соғамыз. Жай жылдамдықпен, артынша кішкене жылдамдығын көбейтеміз. Кішкене соғып бастағаннан кейін қантты біртіндеп салып отырамыз. Және меренгінің қалпына келгенше жұмыртқаның ағын солай соғып отырамыз. Сливки қажет, сахарный пудра, клубничный пюре және йогурт и желатин қажет болады. Тоңазытқыштан шыққан салқын сливкеге сахарный пудраны салып, екеуін жай жылдамдықта миксерлей бастаймыз. Жаңағы суға бұқтырған желатинімізді енді микроволновкаға ысытып аламыз және оны клубничный пюреге саламыз. Міндетті түрде ситыдан өткізіп алған дұрыс, себебі желатиннің комоктары болуы мүмкін. Неге осылай ситыдан өткізіп алдым желатинді. Ал клубничный пюре менде балғын, свежий клубникадан жасалған, ал жалпы мұздатылған клубниканың да пайдалануға болады ертіп. Блендерден өткізіп аламын. Және қалған мусымызды үстіне құйып,
барынша бұны да тегістеп шығамыз. Дайын болған тортымызды бетін жауып, холодильникке 4-5 сағатқа немесе 1 түнге қойып қоямыз. Дайын болып қалды. Менде бұл 5-6 сағат тұрды холодильникте. Неке кішкене пищевой пленкасы жабысып қалған екен, бірақ ештеңе етпейді. Формамызды жан-жағын осылай пышақпен кесіп тұрып, формамызды алып аламыз. Жан-жағын жиектерін кесіп алып тастаймыз. 4 жағын барлығын тегістеп аламыз. Мінекей видеода көріп тұрғандарыңыздай 2-ге бөліп, және оны бірнеше бөліктерге өзіміздің қалауымызша бөліп аламыз. Дайын болған пирожныйларымыздың бетін мен клубникамен әдемілеп шықтым. Неке осылай. Енді пирожныйларымызды дайын тұрған ыдысымызға орналастырамыз. Неке осылай шығады керемет пирожныйларымыз. Достар, егер ұнаса, лайк, подписка, коммент жасап, мені қолдап кетулеріңізді ұмытпаңыздар. Ас болсын, келесі видеода кездескенше.